Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 146 мектептің 6 сынып оқушысымын. Менің есімім Жүзбаева Олжан. Бүгін мен сіздерге эко-кеме жобамды таныстырғым келеді. Бұл кеменің басты мақсаты қоршаған ортаны қорғау және экологиялық таза энергия көздерін пайдалану. Қазіргі таңда табиғаттың ластануы үлкен мәселе болып отыр. Әсіресе теңізге түсетін қоқыстар мен бензин қалдықтары экологияға зиян келтіреді. Сондықтан мен осындай экологиялық кеме жасауды ұйғардым. Көріп тұрғаныңыздай, менің кемем ПВХ материалдардан жасалған. Ішкі бөлігінде электр қозғалтқыштар, сымдар және қуат көзі ретінде батареялар орналастырған. Кемені жүргізу Arduino жабдықтармен жасалған. Кеменің екі жағында моторлар орнатылған. Олар кемені алға жылжытуға көмектеседі. Кеменің басқару Bluetooth модульмен ұйымдастырылған және кемені смартфон арқылы басқара аламын. Бұл кеме бензиннен емес, электр энергиясымен жұмыс істейді. Сондықтан ол ауаға зиянды газ шығармайды. Менің жобамның ерекшелігі оның қарапайым әрі экологиялық таза болуы. Мұндай кемелерді болашақтарда теңіздер мен өзендерге қолдануға болады. Ол судағы қоқысты жинау арқылы табиғатты ластанудан қорғайды. Қорытындылай келе, табиғатты қорғау әр адамның міндеті деп ойлаймын. Осындай эко-жобалар арқылы мен таза әрі қауіпсіз ортада сүре аламын. Назарларыңызға рахмет.